Баршаңызға сәлем. Гүлдер неге түрлі түсті? Жобамызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Кіріспе, жаздағы көкорай шалғындардың түрлі түсті жайқалған керемет көрінісі көз жауын алады. Ал талғампаз қала тұрғындары оны гүлзарлар мен гүл сататын дүкендерде көреді. Неліктен гүлдер сұлу және олардың реңктері табиғатта қандай рөл атқарады? Гүлдердің түсін не анықтайды? Бұл жұмыстың өзектілігі мынада. Бізді қоршаған өсімдіктер әлемі, оның ерекшеліктері мен жердегі тіршіліктің маңызы туралы адамдар аз ойлайды. Бұл сұлулық бізді ғана емес, болашақ ұрпақты да қуанту үшін адамға оларға қамқорлық жасау керек. Болжам: арнайы химиялық қосылыстар гүл жасушаларында болатын пигменттер гүлдерді түрлі түсті етеді. Зерттеу мақсаты: гүлдердің өзіндік ерекшеліктерін зерттей отырып, олардың неге түрлі түсті екенін анықтау. Сауалнама жүргізген едік. Гүлдердің түсі неге түрлі түсті? Гүлдердің құрамында пигменттерге байланысты дейді 10%, қалған 90% білмеймін деп жауап берген. Гүлдерге түрлі түсті болу маңызды ма? 29% жәндіктерді өздеріне шақыру үшін, тозаңдану үшін десе, білмеймін деп 71% жауап берген. Табиғатқа гүлдер керек пе? Гүлдер қажет деген пікірге келді. Көпшілігі олар жануарлар мен адамдар өмірінде маңызды рөл атқарады. Білмеймін деген 0%. Гүлдердің пайда болу тарихы: мен алғашқы жер өсімдіктері псилофиттер мен папоротниктер палеозой дәуірінде динозаврлардан 360 миллион жыл бұрын пайда болғанын білдім. Ғалымдардың айтуынша, гүлді өсімдіктер 240 миллион жыл бұрын болған. Олар жартастарда өсіп, түсі бойынша бір-біріне ұқсас болды. Бұл гүлдер қоңыздармен тозаңданған көбелектермен аралар кейінірек пайда болған. Уақыт өте гүлдер көбейе бастады. Өсімдіктер оларды тозаңдандыратын қоңыздар үшін күресуге мәжбүр болған кез келді. Бұл күресте сәттілікке жету үшін түстер сыртқы түрін өзгертіп, түсін өзгертуі керек болды. Гүлдің құрылысы: күлте жапырақша, аталықтар, аналық, жатыны, гүл табаны тостағанша, жапырақша. Гүл дегеніміз көбеюге қажетті жыныс мүшелері бар, бұтақтанбайтын, түрі өзгерген, қысқарған, өркен. Өсімдік пигменттері: бұл белгілі бір толқын ұзындығының сәулесін сіңіретін, гүл жасушаларын құрайтын үлкен органикалық молекулалар. Өсімдік жасушаларында кездесетін пигменттер: жасыл пигменттер хлорофильдер, сары флавондар мен флавонолдар, сары қызғылт каротиноидтар, қара меланиндер, ақ бояғыш пигмент бетулин деп аталады. Хлорофильдер бұл өсімдіктердің жасыл пигменттері. Олар күн сәулесінің энергиясын ұстап, фотосинтез жүргізеді. Олар ең көп таралған өсімдік пигменттері. Басқа пигменттермен салыстырғанда хлорофильдердің саны өте көп емес, бірақ олар барлық жерде және көп мөлшерде. Мәселен, бұл пигменттердің емен жапырақтарындағы концентрациясы шамамен 0,3%, үйеңкі жапырақтарында 0,5%, какао ағашының жапырақтарында 0,8%-ға дейін. Гүлдердің түсін анықтауда антоцианиндер жетекші рөл атқарады. Олар суда ериді және вакуольдерде болады. Каротиноидтар болса, оған қарсы майда ериді және пластидтерде болады. Флавондар мен флавоноидтар сары түсті, латынша флавум сары деген мағына, суда нашар немесе мүлдем ерімейді. Түрлі пигменттер түс спектрінің көрінетін бөлігінің сәулелерін әртүрлі сіңіреді және көрсетеді. Сондықтан өсімдіктер әртүрлі түстермен боялған. Мысалы, каротиноидтар сары, қызғылт сары және қызыл түстерді бейнелейді. Сондықтан олар орналасқан гүлдер мен жемістер осы түстерге енеді. Каротиноидтардың түсі нарцисс тәрізді бозғылт сарыдан қызанақ сияқты қанық қызылға дейін өзгереді. Гүлде ешқандай пигмент болмаса да, ол түссіз болмайды. Оның өзіндік түсі бар, ақ түс. Пигменттер өсімдіктерді аурулар мен микробтардан табиғи қорғаушылар. Пигменттер организмдердің сыртқы ортаға бейімделуі үшін маңызды түсін анықтайды. Өсімдіктердің жеке бөліктерінің түсі тозаңдандыратын жәндіктер мен тұқымдарды тарататын құстарды тартуға қызмет етеді. Жазда хлорофильдің жасыл түсі жапырақтардағы басқа пигменттерінің қызғылт сары, сары, қызыл каротиноидтар, күлгін және көк антоцианиндер түстерінен басымдық танытады.
ресейлік селекционер Николай Иванович Малютин солтүстік және альпілік түрлердің гүлдерінде қара күлтелер бар, ал дала мен шөлейт түрлерде олар ашық түсті екеніне назар аударды. Қара түсті заттар ақшыл түске қарағанда күн сәулесіне тезірек қыздырылатыны белгілі, соған қарай бір жағдайда әдейі жылынады, ал басқа жағдайда қызып кетуден сақтанады, яғни гүлдің түсі терморегуляциялық мәнге ие. Көптеген өсімдік пигменттері бояғыш ретінде қолданылады. Мысалы, сәбіздің тамыр дақылдарынан сары, ал асқанал қызылшадан қызыл тағам бояу алынады. Индигофера бояуының жапырақтарынан көк индиго бояуы, ал лавсония жапырақтарынан хна, қызғылт қызыл бояу алынады. Амур бөрі қарақатының жемістерінен қызыл тағамдық бояу алынады. Шафран гүлінің күлтелерінен сары бояу алынады екен. Ал күзде жапырақтар түсін қалай өзгертеді? Неліктен олар жаз бойы жасыл болып, күзде бірнеше күнде алтынға айналады? Жапырақты ағаштар жыл бойы сыртқы түрін бірнеше рет өзгертеді. Қалың жасыл киім күзде сары, қызыл, қызыл қоңырға ауыстырылады. Бұл өзгеріс жапырақтардағы пигменттердің ара қатынасының бұзылуынан болады. Сонымен гүлдердің түсі неге байланысты? Өсімдіктерде гүлдердің және тіпті жемістердің түсіне әсер ететін пигменттер, табиғи бояғыштар бар. Пигменттің түсі топырақ қышқылы мен өсімдіктің өзіне байланысты, ауа температурасына, күннің түсу ұзақтығына байланысты. Осының арқасында селекционерлер бұрыннан бар түстерге әсер етіп, өсімдіктердің жаңа және ерекше түстерін жасай алады екен. Жәндіктер үшін айқын және танымал сары және көк күлгін бояулар. Қызыл түсті гүлдерді аралар байқамайды, ал сонда олар дала мен тау бөктерінде хош иісті тюльпан, қызғалдақ кілемдерін қалай табады? Құпия ультракүлгін сәулелер де жатыр. Гүл күлтелеріне түскен күн сәулелері жәндіктерге көрінетіндей етіп, оларға ерекше реңк береді. Ара қызыл қызғалдақ немесе тюльпан күлтелерін ашық күлгін етіп көреді екен. Адамдар үшін көп түс негізінен эстетикалық әсер сыйласа, онда жәндіктер үшін бұл олардың өмірлерін жалғастыратын тікелей жағдай болып табылады. Жәндіктер мен өсімдіктер бір-бірімен тығыз байланысты, сондықтан оның біреуі жойылса, екіншісі де жойылмақ. Тәжірибелер. Бірінші тәжірибе: неліктен гүл жапырақтары ақ? Мен өз жұмысымда ақ гүлдердің ақ түсі жасушааралық кеңістіктегі жарықтың біркелкі шағылысуымен шашырауы нәтижесінде пайда болады. Ал жасушалардың өздері түссіз деген ғылыми тұжырымның дұрыстығын тексеріп дәлелдедім. Ақ гүлдерде пигмент жоқ. Мақсаты ақ түсті түймедақ, лала-гүл, раушан және басқа гүлдердің күлтелерінің ақ түсі бояғыш заттың болуымен емес, дамыған жасушааралық жүйемен байланысты екендігіне көз жеткізу. Бірінші микроскоп астында ақ раушан гүлінің гүл күлтелерін қарастырамыз. Екінші, жасушадан ауаны шығарамыз. Оны бірнеше жолмен жасауға болады. Абайлап күлтелерді саусақпен мыжамыз. Жасушааралық ауа шығады, ал күлтелер мұз сияқты түссіз және мөлдір болады. Күлтелерді суға батырамыз. Бірнеше сағаттан кейін су жасушааралық кеңістікке енгенде жапырақтар түссіз болады. Күлтелерді шприцке саламыз және оны сумен толтырамыз. Шприцті ұшымен жоғары қаратып, ауаны шығару үшін поршенді итереміз. Осыдан кейін шприц тесігін саусақпен жауып, поршенді төмен қарай тартамыз. Қысым нәтижесінде ауа көпіршіктері күлтелерден суға шыға бастайды. 1-2 минуттан кейін жасуша аралық клеткалардан ауа шығады. Қайтадан шприцті itергенде су жасуша аралық клеткаларға сіңеді және күлтелер түссізденеді. Үшінші, микроскоп астында тәжірибеден кейін мөлдір болған раушан гүлінің күлтелерін қайта қараймыз. Ауа жасушалар жоғалып кетті. Қорытынды: гүл күлтелерінің ақ түсі дамыған жасуша аралық жүйеге байланысты. Екінші тәжірибе: раушан гүлінің қызыл түсі антоциан пигментінің болуына байланысты екеніне көз жеткізу. Бұл пигментке сілтілі ерітінді әсер етсе, қызыл түс көкке өзгереді. Қышқыл антоцианиндерге әсер еткенде қызыл түс бозғылт болады және мүлдем жоғалады. Тәжірибе барысы: қызыл қоңыр түсті раушан гүлдің күлтелеріне сілті ерітіндісін тамыздық. Бірнеше минуттан кейін түс көкке өзгерді. Қорытынды: қызыл қоңыр гүл күлтелерінде антоцианин пигменті бар. Қорытынды: біздің болжамымыз расталды. Біз өз сұрағымызға жауап бердік. Неге барлық гүлдер түрлі түсті? Гүлдің түсі арнайы химиялық қосылыстарға, гүл жасушаларында болатын пигменттерге байланысты екен. Сондай-ақ біз күлтелердегі және гүлдің басқа бөліктеріндегі пигменттер тіршілік үшін күреске маңызды эволюциялық жетістік екенін білдік. Ашық түс бұл жәндіктер балшырындар мен тозаңдарды қайдан таба алатындығын көрсететін белгі. Ұсыныстар: әрбіріміз есік алдына түрлі түсті әдемі гүлдер егіп қойсақ, олар бізге керемет көңіл күй мен хош иістеме рахат сезімін сыйлар еді. Гүлдердің көп түрлілігі мен олардың әртүрлігі туралы қазақша кітаптар шықса екен.
назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.